Баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте өте дәмді песочный қамырымен жасалатын творожный пирог жасаймыз. Арнама алғаш рет келген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды да ұмытпаңыздар. Пирогты жасау үшін өте аз мөлшерде ғана заттар қажет болады. Оған бір жұмыртқа, қант, үй температурасындағы сармай немесе ол сармайды ертіп те салуға болады. Бір шай қасық ұн қопсытқыш, 200 грамм ұн қосып қамырды илейміз. Песочный қамырымыз осымен дайын. Оның салмасын дайындап болам дегенше тоңазытқышқа қамырды салып аламыз. Пирогтың салмасына 300 грамм сүзбелі ірімшік, оған да бір жұмыртқа, қант қосамыз. Оған 2 ас қасық кукурузды крахмал, 150 грамм қаймағымызды ұмытпаймыз. Миксерлеп, жақсылап араластырып аламыз. Қалауымыз бойынша ванильді қантты да қосып араластыруға болады. Қамырымызды алып, шамалы оқтаумен жайып алып, оны пісіретін табамызға саламыз да, осылай қолымызбен жайып аламыз. Енді осының үстіне алдын дайындап қойған салмамызды құйып аламыз. Қалауымыз бойынша үстінен жидектермен де әсемдеуге болады. Вишня, малина сияқты жидектерді бір шай қасық крахмалға араластырып, үстінен салып шығуға болады. Осымен дайын. Пирогты 180 градуста 30-35 минут пісіріп алу қажет. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Дина. Назарларыңызға рахмет. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар.